Бізге қажет заттар: 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, 100 грамм сары май ерітілген, 80 грамм сұйық май, 1 ас қасық айран немесе майонез. Оған сода қосып араластырамыз. Менде бүгін айран болмады, бұл майонез. Және 250 грамм ұн, 1 үлкен сәбіз, теркадан өткізілген, және ұнға қопсытқыш қосамыз. Жұмыртқаға қантты қосып, көбігі шыққанша жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майды және сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Енді сода қосылған майонез немесе айранды қосамыз, тағы да араластырамыз. Енді ұнға 1 шай қасық қопсытқышты қосамыз, сәбізімізді қосамыз, тағы да араластырамыз. Енді осы ұнды сұйықтығымызға қосамыз. Егер қамырыңыз қою болып кетсе, 2-3 қасық сүт қосып жіберсеңіз болады. Формаға пергамент қағазын салып, қамырымызды құямыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Пешті 180-190 градусқа қыздырып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Ас болсын баршаңызға.